Бүгінгі тақырыбымыз гастрономдық өнімдерді өңдеу сабағы. Жазып қоямыз тақырыпты. Оның алдында бізде өткен тақырып қандай ол? Ол машина ағылар яғни машинаның жоғары жағына нанымызды саламыз. Бұл кезде бөлке нан салады қазір. Не үшін қажет еткізді? Нан турау машинасы нанды бір қалдырып және бірде қалыңдықта кесу үшін ешқандай үгіндісіз жанындағы пышақтар арқылы, деске пышақтар арқылы нан бірдей мөлшерде кесіліп шығарылады. Жақсы. Өткен тақырып бойынша тақырыбымыз түсінікті ме? Келесі енді бүгінгі тақырыпқа көшейік. Тақырып жазып қоямыз. Гастрономдық өнімдерді кесуге арналған машиналар. Гастрономдық өнімдерді кесуге арналған машиналар. Қазіргі кезде уақыттың тапшылығына байланысты көптеген машиналар ойластырып шығарып жатыр. Слайсер деген аппарат естулеріңіз болса, ол не үшін арналған яғни? Слайсер аппараты жалпы қашан қалыптасты? Оны ең алғаш ойлап тапқан 1898 жылы Вильгельм Бергер деген 1898 жылы яғни голланд ет қасапшысы ойлап шығарған екен. Одан кейін ол слайсер деп аталды, кейбір жерлерде оны электрлі пышақ деп те атаған. Слайсер сөзі яғни қандай мағынаны білдіреді? Ол ағылшын тілінен аударғанда слайс яғни өлшеп, тілім дегенмен мағынаны білдіреді, ал слайсер яғни тілімдеп кесуге арналған машина дегенді білдіреді. Қазіргі кезде слайсерлердің түрлері көп дейді. Соның ішінде қандай? Неге арналған? Ірімшікке, балыққа, нанға арналған түрлері өте көп кездесіп жатыр. Жақсы. Соның ішінде бүгін өтетініміз жазып қоямыз. Екі маркасына тоқталамыз. Біріншісі МРГ 300А және МРГУ 370 деп аталатын маркаларына тоқталамыз. Біздер маркаларды қалай аударатын едік? Орыс тілінде барлық маркалар алынады, бас әріптерді қосамыз, яғни машина для резки гастрономических продуктов бас әріптерін айтады. МРГ деп. У деген универсальный, яғни әрбір бап дегенді білдіреді. Ары қарай, енді МРГ 300А машинасы аударылып неден тұрады, яғни қорақтан, электр қозғаушыдан, табақшалы пышақтан, келесі. Енді осы машинаның жұмыс тәртібін таныстыру үшін алғаш жұмыс істемес бұрын ең бірінші машинаны істеп алатын жалпы машиналар, кез келген машинаның жұмыс істемес бұрын біздер бәрі таныс емеспіз, машинамен ең бірінші оның қауіпсіздік ережесімен танысамыз, қалай жұмыс істейтін, жұмыс істеу тәртібімен танысамыз, содан кейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Ең алдымен қайрау қажет болып тұр. Біздер қазір қалай қайрайтынымыз видео арқылы көреміз. Қайрағы реальным продуктом в процессе заточки. Слайсер, затачивающее устройство слайсера, имеет два диска, первый из которых непосредственно затачивает и находится в задней части ножа, а второй в конце затачивания удаляет пробку для того, чтобы нож в дальнейшем функционировал очень хорошо. Для того, чтобы установить затачивающее устройство, мы переворачиваем.
салыстырмалы түрде мына әрекетке орналастырды. Яғни қалыңдық машинамен кескен кезде қалай өтті? Бір қалыпты, бірден мөлшерде кеседі. Ал қолмен кейде кетіп жатады, кішкене бір жағы қалыңдау болып, бір жағы жіңішке болып кетіп жататын кездер болады. Жақсы. Бұл машинамен жалғастырылады. Яғни бұлардан топтарды орап, мындай раушан гүлдерін әсемдеуге болады. Бүгінгі тақырып бойынша түсіндің қоя, гастрономдық өнімдерді туралы деген машина, сонда не үшін арналған болып тұр? Гастрономдық өнімдерді әртүрлі қалдықта естішін туралы үшін. Сонымен қатар тек қана гастрономдық өнім емес, сонымен қатар мен туралы болып тұр. Көкөніс өнімдерге өнімдер туралы үшін қажет болып тұр. Енді сіздерге егер тапсырма, мына сайтты мұқият жазып аламыз. Осы BioLocker сайтына кіріп, кроссворд құрастыру, ол үшін қалай істейміз? Осы сайтқа кіреміз, сілтемесі көрініп тұр. Создать кроссворд деген шығады. Бұл жазудың ішіне 20-дан аспайтын 20-ға дейінгі сөздер жазамыз. Мысалы, бүгін біз қандай сөздер тақырыпқа сәйкес өтті? Мысалы, өткен тақырып бізде нан туралы өтті. Мысалы, сіздер МРП 200 не үшін арналған дегенде мен туралы үшін дегенде нан деп жауап беруіңіз мүмкін, сонда да жазасыңдар 20 шақты сөз. Нан, мысалы, гастрономдық, сосын қандай сөздер бар? Слайсер, жақсы болсын, жабдықтау. Мысалы, есімдері мысал ретінде айтып жатыр. Пышақ болсын. Сосын табақша болсын. Осындай 15-20 шақты сөз жазасыңдар. Сосын создать дегенді басқан кезде астында сіздерге кроссворд құрастырып береді. Егер мына әріптер бір-біріне келістіріп бермейтін болса, шықпай қалады. Сол себептен көбірек сөздер жазамыз.